Қайырлы күн, құрметті менің жанашыр жақындарым. Және менде қандай да бір алары бар адамдар. Қазбілім ұлттық лицейі осымен өз жұмысын тоқтатты. Мүмкін уақытша, мүмкін мәңгіге. Оны уақыт көрсетеді. Ұзақ уақыттық қуғын, қысым, қудалау осы тығырыққа тіреді. Соңғы бір жыл көлемінде өзіміздің тиесілі заңды қаржымызды ала алмадық. Сондықтан да басымызға үлкен қарыз арқалап, қазбілім жобасының үлкен бір бағыты азаматтық миссиядан туған ұлттық мектептер желісі бағытын тоқтатуға мәжбүрмін. Ұлы ақын Евтушенко жердің күнді айналатындығын Галилейге дейін де талай адам білді, бірақ олардың бала шағасы бар еді дейді. Тура солай. Қазір мен білген және білетін шындықтар қаншама. Айтатын сөз көп, бірақ айтатын уақыт емес. Амалсызбын. Өйткені менің де бала шағам, отбасым бар. Кейбір бәлбір адамдардың қараулығы, өзінің басына деген сынды көтер алмауы, мүмкін басқа да жеке миған деген жеткізушілігінің өшпендігі осындай ұлы бір миссияның тоқтауына мәжбүр етті. 2014 жылдан бері басталған бұл жоба ақпараттық агенттік, Қазбілім орталығы, Қазбілім баспасы, Қазбілім қоры, Қазбілім онлайн, Қазбілім ұлттық лицей деген сияқты сан тарапқа дамыды, жетілді. Бүгінгі дейін 13.500-ден астам оқушы оқытып, олардың 96-97% мемлекеттік грант иегері атанды. Бүгінде қаншама шәкірттерім үшін әлі Аятжан ағайым, қаншама ата-аналарымның сүйікті ұстазы. Бірақ бүгін біреулер жеке абыройымды айрандай төккісі келетін шығар, қолдан сүйкімсіз етті. Амал жоқ. Құдай салды, құл көнді. Енді осы 12 жылдан бергі табысымыз компьютерлар, техника, парта, орындық, есеп терезе, бұның бәрі бүгінде қоқыс зат. Шыны керек, өзінің құнына жарамайтын, сатуға келмейтін зат. Есесінде соған кеткен, жабдықтауға кеткен, 9 мектепті жабдықтауға кеткен шығын менің басымдағы қарыз. Менің артымда қарызды біреулеріңіз қуып жүрсіздер, біреуіңіз күндіз маңдайсыздар, біреуіңіз түсінікпен қарап күтіп жүрсіздер. Түсінікпен қарап күтіп жүргендеріңізге рахмет. Мен біраз адамға қарыздым. Оның ішінде мұғалімдарым, ата-аналарым бар. Бірақ дәл қазір менде басымдағы мүлікті сатып, ғимаратты сатып, парта орындығымды сатып, ақшаға айландырып құтылғанша одан құтылар жағдай жоқ. Сондықтан алаяқ деп аттандамас бұрын түсінікпен қарауларыңызды сұраймын. Әрине, мен қарыз адамдар. Осы барыста ұлттық мектепке жанашыр болған барша, менің бүгінгі соңғы күнге дейін жұмыс істеп, осы мектептің соңғы күніне дейін еңбек еткен барша ұстаздарға, қоғамдағы қолдаушы болған барша азаматтарға, шын жанашыр болып, жағдайымды біліп сұраған барша азаматтарға, өргі билікте қолдаушы болғысы келген, бірақ шамасы келмеген барша жанашыр жандарға шын жүректен алғысымды білдіремін. Осы үндеуім арқылы Қазбілім ұлттық лицейінде оқыған барша оқушыларға, егер 11 сыныпқа дейін оқимын деген армандарыңызды іске асыра алмағаныма шын жүректен кешірім сұраймын. Және ұлттық мектеп миссиясын соңына дейін апара алмағаныма қоғамнан да кешірім сұрағым келеді. Менің жүйкеммен біреу ойнаған шығар, мені сындырғысы келген шығар.
бірақ менің білімімді, менің потенциалымды ешкім сындыра алмас деп үміттенемін. Әрине, басым аман, денім сау. Сондықтан алда ұлттық мектеп құру деген миссиямнан ешқашан бас тартпақ емеспін. Қазақ елінің, қазағымның білім саласына, ұрпақ тәрбиесіне, елдің ертең үшін бойымдағы потенциалымды соңғы жүрек демім соққанша жарата беремін. Бүгінгі дейін 16 жыл ұстаздық дәуірімді халықаралық деңгейдегі олимпиада чемпионын тәрбиелеуден бастап, қаншама жас ұстазды тәрбиелеуге дейінгі барша ұстаздық жолым өзіме аян. Және қоғамға да аян, өйткені ашық жүрген азаматпын. 250-ден астам оқу әдістемелік құрал жазып шығарған, баспадан шығарған. Сан мыңдаған оқушы, сан жүздеген мұғалім Аятжанның қолтаңбасы болып қалатын ақиқат. Бірақ бүгін оның құнын кім біліп жатыр? Қай атқа мінер қадіріне жетіп жатыр? Әрине, өкінішті, өкінемін. Мен үшін жүрегім тілінер үлкен жағдай. Өйткені бұл 12 жыл далаға да түнеген, қалаға да түнеген, бала шағамнан жырақта өткізген талай қиындық ше. Біреудің алдына барып жағдай айтқан, біреудің алдына барып жалынған күн еді. Өйткені осы ұлттық мектеп қалыптастыру деген миссия үшін барым сал. Бүгін әлдермен құрады. Иә, жағама жармасып, көкесекке теріс мінгізіп жатқан өр жақта да, төмен жақта да қаншама адам бар. Мінгізіңіздер, бірақ менің аққа Құдай жақ деген сөзді ғана айтпасқа жарам жоқ. Иә, құрметті менің жанашырлар, осы үндеумен Қазбілім ұлттық лицейі деген жобаны нүктесін қойғанымды соңғы рет мәлімдеймін. Бірақ Қазбілім жобасы өлмейді. Қазбілім жобасы Қазбілім беру орталығы мен Қазбілім баспасы ретінде кітап шығару, ұлттық бірыңғай тест, Назарбаев зияткерлік мектебі, білім инновация лицейі, Назарбаев университеті, қазақ тілі, ағылшын тілі сияқты курстармен өзінің жұмысын жалғастыра береді. Мен де өзімнің химия пәні мұғалімі, білім саласының сарапшысы, ата-ананың бағдаршысы, оқушының қолдаушы ретінде жұмысымды жалғастыра беретінімді айтқым келеді. Баршаңызға рахмет.